Ана деген өмірдің кәусар бұлағы, ана деген тіршіліктің шуағы, ана деген теңдесі жоқ ұлылық, көз алдымда тұлғаң биік тұрады. Бейнелеу өнерінің қандай саласында, немесе қандай жанрда болмасын, әйел бейнесі ерекше орын алады. Суретшілердің шығармашылығында жиі кездесетін образдардың бірі ана бейнесі. Бүгінгі аналар мерекесі қарсаңында Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейі қорында ана тақырыбына арналған картиналарды назарларыңызға ұсынамыз. Осы тақырыпқа арналған кез келген картинаның негізгі идеясы мен тақырыпты тарқатуы бір болғанымен, әрбір суретші өзіндік көзқарасы, тұжырымы, композициялық құрылымы дара ерекшеліктері бар. Мысалы, Қаржасовтың жиен туындысы осы жолда көп өз ізденіс пен шеберлігін шыңдаудан туындаған. Қазақ халқының байырғы ата-бабалары үшін де өзен ана, күн ана, ай ана. Халқымыз қасиетті қара жерді жер ана деп құрметтеп, туған тілін ана тілі деп әспеттеген. Иә, ананы алып бәйтерекке де теңейміз. Оның саясында бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеген ананың аялы алақаны, асқан төзімінің арқасында адамзат өмір сүріп, өркендеп, өсіп жатыр. Қылқалам шеберлері бояу арқылы ананың перзентіне деген ұлы сезімін шынайы еткізіп жеткізе білді. Васильевтің жас ана, Головковтың алғашқы көктем, Ивановтың үміт, Христолюбовтың бақыт, Шопан отбасы сынды туындыларында ананың мәңгілік кіршіксіз махаббаты көрінеді. Аналар бейнесі график суретшілерінің шығармаларында да жан-жақты сомдалған. Константин Яковлевич Барановтың Тың таңы, Көктем, Бақшада, Мұхатов Табылдының Өтемісов шығармасына иллюстрациясы, Сердюковтың Ана мен бала, Бейсенбинованың Көктем ана, Кагаровтың Ана мен бала, Захир Амановтың Қонаққа графикалық парақтарында барша аналардың бітім болмысы жинақталып, шеберлікпен көрсетілген. Ана деген ол есім. О, ана, неткен ұлы есімең, тұрса да қажып тағдыры, бар шаттығым бала деп, тәнін торлап таң нұры, мін бақпай ұрпақ өсірген, бар қатені кешірген, жасайды мәңгі аруана, жалғасып тарих көшімен.